Салам достар, мүмкінгі кашкин лектірді қалқашпайсың, мүмкінгі мамам. Анара. Біз қазір мінеки мынандай челлендж түсіректеп жатырмыз. Домалақ немесе 4 бұрыш квадрат. Мысалға, Фатима, сен қандай түс таңдайсың? Домалақ таңдайсың ба, 4 бұрыш таңдайсың ба? Домалақ. Домалақ, иә. Фатима өзі қалаған ішіндегі, именно ішіндегісі домалақ. Сондай 5 зат алады, мен 4 бұрышты 5 зат аламын. Кімдікі әдемі, жақсы, немесе дәмді деген сияқты. Сіздер соны бағалайсыздар, және кім жеңгенін сіздер жазасыздар. Қараңыздар, енді Фатима домалақ таңдап тұр ғой, иә? Оған пакеті жатпайды. Ішіндегі заты домалақ болу керек. Например, Ореоның сырты 4 бұрыш қой, бірақ іші домалақ. Ол домалаққа жатады. А мен 4 бұрышты зат, мысалы Қазақстан шоколад 4 бұрыш қой. Сондықтан мен Қазақстан шоколад аламын. Упаковка, Алисия, упаковка тоже крупная. Это тоже? Бола береді, иә, упаковкада домалақ, өзде домалақ болса болады. Главный ішіндегі жейтін тамағы домалақ болу керек сенде. Домалақ осындай. А менде 4 бұрышты болу керек. Ол ұзын 4 бұрыш бола ма, или кішкентай 4 бұрыш бола ма. Главный ол 4 бұрыш болу керек. Мынау мысалға міне домалақ. Осындай домалақ болу керек. Короче, сопақ домалақ емес, кәдімгі домалақ болу керек. Менікі мынандай тік бұрыш па, әлде не дейтін еді? Тік бұрыш. Тік бұрыш немесе короче, мынандай ұзын саған мектепке бармаған қай заман ұмыт қаптым. Короче, 4 бұрыш болса болды менің алатын заттарым. Сондықтан бастаймыз ба? Бірінші кім? Давай Сулифа ойнаймыз. Кім жеңеді, сол бірінші алады. Давай кет. Сулифа. Фатима бірінші болып кетті. Ну ладно. Домалақ заттар алуға кеттік, ал енді. Айттым ғой, бірінші. Ол домалаққа жатпайды ғой, киндер. Доп-домалақ емес қой, қайсы? Не? Доп-домалақ деген, доп-домалақ болу керек қой. Қараңыздар. Тамақы делуші. Короче, жатады, жарайды. Жата ма, жатпай ма, балалар жазыңыздар. Біреу аласың ба? Қызым, енді не аласың? Әмімді жатасың ғой, я? Әмімдеміз. Жүр, аяқтағы әмімдеміз. Әмімдеміз жата ма, балалар? Жатады ғой, жатады деп. Кетіп баратыр енді. Отырқай или отырқай? Анындайын ала бер, иә. Қанша аласың? 2. Научилась! Киндер мен 2 әмімдеміз. 2 зат алды, жарайды әмімдеміз. Әмімдеміз кетама. Сопақ болды. Короче, сопақ домалақ бәрбір болып тұр ғой, иә? Алды, 2 зат алды. Енді не аламыз? Ойбай, тұқтамайды бұл енді. Орео. Смотри. Дұрыс домалақ. Тағы бір түрінен алайық та, ағын қос. Мен ағын жақсы көрем, просто сол үшін айтып жатырмын, әйтпесе біреуден алдыратын едім. Мама, алық. Иә, осы екеуін алайық, иә? Иә. Тағы екеу алды. Я научилась. 2 Орео, 2 имамдеміз, 1 киндер. Почему-то 1 киндер алды. 3 зат алдық. Енді 4-ші затқа. Не аласыз енді? Домалақ. Пончик. Жүр. Пончик болса. Пончик алуға кеттік, ал енді. Пончикті бізде үйде Аружан жақсы көреді. Фатима жақсы көреді. Маған енді өте бір не емес. Чаймен ішкенде жақсы енді. Давай. Қандай түсін аласың? Пончик жатады, иә, міне доп-домалақ балалар. Иә, жатады. Көк түсін аламыз ба? Жоқ. Так, мынау сгущенка, мынау шоколад. Иә, осы шоколадын алайық та. Жоқ, мына алайық. Онда екеу алайық, жарайды. Давай. Не? Бір розовый, бір шоколадный.
андай көгі жақсы екен негізі ванильный іші. Ну ладно, енді екеуін ала берейік. Я знаю, что еще. Неше штук болды? Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Последний, Фатима, последний домалақ. Жоқ, нутелланың іші домалақ емес. Ол сырты ғана домалақ. Ладно. Ойлансын енді, иә? Мороженое. Дәл қасымызда мороженое тұр екен ғой. Домалақ бар мынау енді. Беті домалақ. Я. Не, короче. 5 сат алды Фатима. Қазір көрсетем сіздерге. Не Фатиманың алғаны бір мороженое, бірінші, екінші киндер, үшінші пончиктар, төртінші Орео, тоже домалақ, иә? Бесінші бізде ол M&M's. Сонымен 5 сат алды. Енді кімнің кезегі? Сіздің. Енді менің кезегім. Мен кетіп бара жатырмын. Не алатынымды білмеймін. Дым білмеймін. 4 бұрыш тек шоколадтар ғана ғой. Шоколадқа барамыз енді. Қараңыздар, 4 бұрышқа мен аламын печенье. 4 бұрышқа жатады ғой мінекей. Или мынандай 4 бұрышты печенье алайын ба? Тоже рахаттікі. Жоқ, лучше мынандай печенье алайын, е? Маған осы ұнайды, алматинский печенье рахат. Мен весі жазылмаған ғой. Короче, осыны алам. Бір зат кетті менде. Қараңыздар, Фатиманыкінің бәрі нандай заттар болса, менікілер нандай зат болайын деп тұр ғой. Бұл кісі міне мороженыйын ашып, уже жеп жүр, шыдамай жатыр. Я? Я. Бәрін жейін деп тұр ғой. Ананы чекті салды. Болды? Не, болды. Бір затымды алдым, енді екінші затымды алам. Екіншіге мен мынандай тук алам. 4 бұрышты мінеки. Сырмен. Паприкамен емес, сырмен алам. Или не алайын ба? Зеленый лук ба? Ну ладно, разница жоқ. Короче, екінші затымды алдым. Енді үшінші затқа кеттік. Қараңыздар, мынауда 4 бұрышқа жатады ғой, жаңа айттым, я? 4 бұрыш ұзын, 4 бұрыш, 4 бұрыш болса да болады деп. Мен просто мынандай жеп көрмегем Яшкинаның воздушный начинкасымен. Вафельный сэндвич дейді. Соған үшінші затыма осындай вафли алып көрейін. Печенье, вафли, тук менде үш зат кетті. Енді 4-ші затымды алам. Қараңыздар, 4-ші затқа мен Қазақстан шоколад аламын ба деп келдім. Үшеу аласайын, жарайды. Фатима да алды ғой. Мен де алам. Үшеу алам. Енді ең соңғы затымды алам, 5-ші зат. Ойланайын. Саха подсказка келейінші. Не алам деп жүрсем. Ау мұжыл қапты. Міне мұжылмаған. Не алам деп жүрсем, мына қыз маған киткат деп тұр ғой. Ура! Жақсы болды енді. Тоже екеу алайын. Е? 2 штук алам. Ал енді менікін көрсетейін. Міне біреу киткат. Екеу. Қазақстан шоколад. Үшеу. Вафли менде 4-еу. Сосын печенье мен 5-еу. 5-те 5, короче. Сатып алуға кассаға келе жатырмыз. Жүр. Мен әзір көрсетейін. Біз бәрін сатып алдық. 8473 теңгеге шықты. Міне касапеткаларыңыз мороженыйын жеп тұр. Ал енді балалар, кімнің алған заты ұнады сіздерге? Красапетканың алған домалақ заттары ма, тамақтары ма, жоқ әлде менің алған 4 бұрышты тамақтарым ұнады ма? Комментарийдан сіздерден күтеміз. Сосын красапеткаларыңыз оқи алмайды. Смайлик қана оқиды, е? Смайликтің бәрін көріп қуанып отырады. Сондықтан смайликпен комментарийді толтырыңыздар, кім жеңгенін жазыңыздар.
колокольчик басып, мен кудақта болды. Мамам, көз сақырды. Сау болыңыздар.